жақыннан жиналып жатқан ағайын, алтындай уақыттарыңызды бөліп, осы бір садақаға келіп, қол жайып, ата-бабаларыңызға бата қылып жатсыздар. Баршасы қабыл болсын. Ал енді қазақылықтың қағидасымен ең бірінші мына осы садақаның басында шай дастарханының батасын алайық. Сосын ата-бабаларымызға Құран бағыштайық. Ортамызға аудандық мешіттің имамы Ғабидолла бауырымыз арнайы келіп отыр. Қолыңды жай жамағат, Алладан тезін шапағат. Әуелі Құдай оңдасын, әулиелер қолдасын, малың менен басыңа еш жамандық болмасын. Берекелі бақ қонып бересін, мал басың, несімен артып күн сайын өзің шөлт алмасын. Жасаған ем жар болып ендігі өңінің салмасын, жаратушы құдірет тілеуімізді қабілет. Бақ бәбеледен сақта, абырой бер аман сақта. Жасаған ем бүгін мінеке ерекше күн болып отыр. Мынау көрпе маңында, көрпенің ауылында ел халықтың басы жиналып, үлкен садақа қоршау жасап, ата-баба аруақтарына сауап жасап, жақсылық жасап жатырған азаматтардың күшімен бүгін үлкен дастархан жайып, ел халықтың басын қосып жатыр. Өткендерге иманды болсын, пәлейде жүзі тендарлы болсын, бүгінгі ұрпақ аталы болсын, ертеңгі ұрпақ баталы болсын, бабалар алтын жағалы болсын, ұлыс тойлы болсын, тойдың аты жайлы болсын. Мынау жиналған қалай, мынау үлкен істің басында жақсылар қасына деп біздер келіп жатырмыз. Енді айналайын, мынау істеген істерің жақсы аяқталып, көкте берген бойда жүрген шаруаны тыңдырып жатыр екенсіңдер. Істеген адамдарға, істеп қолға алып бергендерге, қатысқан адамдарға барлығыңызға да мыңда бір рахмет айтқым келеді. Отбасы аман болсын, пендері сау болсын, ойлаған мақсаттарына жетуге жазсын. Бұлайында осылай ауызбіршілікпен, татулықпен, бірлікпен, тірлікпен өмірдің жақсы жағдайларын көруге жазсын деп тілеймін. Мынау енді беріп жатқан садақаларың қабыл болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы айтылған тілегімді Алла қабыл етсін. Қуанымыз бар, иығыңызға жабайық, батаңыз қабыл болсын. Жауабыменен жер көгереді, батаменен ел көгереді дейді, осындай қазыналы қарттарымыздың ақ батасы қабыл болсын. Ендеше мен сөз кезегін аудандық мешіттің имамы Ғабидолла бауырымызға берейін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رحمة الله وسقاسية قرآن ملغان صوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم барлық сахабаларына ла иляха иллаллах Muhammed Rasulullah мұракем баршама мұсылмандарға баштадық. Аллахым осы Құраннан болған сауапты осы қорын жұтқан барша мұсылмандар рухтарын бағыштадық. Және де осы қол жайып отырғандарымыздың баршамыздың отбасымыздан өткен марқұмдардың рухына бағыштадық. Я рахымдалла, олардың осы өмірдегі жақсы амалдарын сауаптан жазып қателіктерін кешір. Қияметке жүзін жарқын қыл, аман етіп тұрған жақтан миллиетін бақты жандардан қыл. Я рахымдалла, біз оқыған Құран аяттарын нұрымен жатқан жері қабірін нұрландыр. Аллахым осы ел ағаларының халқымыздың жасаған жақсы амалдарын сауаптан жазып, ізгіліктерін Аллахым өз құзырын қабыл еткесін. Аллаху акбар. Бұрғыда емес, бірақ салама тілін қойнағасы өзінің жақсы көретін емес. Осы сөзді қылмай сол тұрған комиссияға мүше болып кірдім. Содан кіргеннен Сәкен ағамыз бар, Амангелді бар, бәрі мүшелі бірігіп, осы көрпе қорының қоршау жөнінде мәселеге шештік сол жерде. Бұл қорымды қоршау, біз анау Саришан қорымын қоршаған кезде Әлімгерей інім айтқан. Аға, осы аман-есен Саришан қорымын қоршап болсақ, осы көрпе қорымды қоршапсайық. Саришан қорымынан кейінгі ең үлкен қорым көрпе қорымы. Онда менің атам жатыр, мамам жатыр, ағам жатыр деп. Бәрімізді ағаларымыз жатыр ғой енді бұл жерде. Я, мен айттым, қолдадым, жақсы дегенмін, бірағында онан кейін пандемия болды. Бір-бірімізде қатынаса алмай қалдық. Арасы үзіліп кетті де, онан кейін мына саламат ініміз қолға алып, сонымен осы істі бастадық. Енді бұл былай қарағанда оңай іс емес, бірақ бәрі осы халықтың арқасында, ауызбіршілігінің арқасында көп тікірсе көз болады дегенде, осы халық сіздердің ақшаларыңыз, сіздердің сол берген садақаларыңыз, сол қарыз етіп, мінекей мынандай форумды қоршап, және ол су көрмесін деп артына бөгет соқтық. Осының бәрі біраз қаржы талап етеді. Енді мен де жер жағасына айтып өтейін. Осы мына шеткіні алдыруға, жаңа орыс қойықтар бар, соның бәрін алдыруға Әлімгерей еліміз көп көмектесті. Мен әптеген айттым, осы комиссия мүшелерін айттым, мына қорымды қоршайтын болса, Әлімгерейдің орындыққа кірмей-ақ қойсын. Бірақ Әлімгерей еліне айтып, сол шеткіні алуға көп көмегін тигізеді. Өйткені Әлімгерейдің Саришан қорымын қоршағанда көрдім, қасында жүрдім, ол өте сөзге бай. Орысша сөзін айтқан кезде, былайша айтқанда орыстардың өзін шоғымды жібереді. Өткенде тілге бай орысша. Біз шамалы орысша айтқан кейін қалған үш әріппен бітіреміз ғой. Біздің тіліміз келетін сол. Ал енді Әлімгерейдің орысша айтып, біз ол кезде екі Петербургтан алдырдық. Ал енді мына шеткіні біздер Орынбор қарасынан алдыртып отырмыз. Онда да Әлімгерей өзі сөйлесіп, өзі алдыртып, мінекей таможня жақындап қалды, таможнядан өтті. Мінекей енді Ақтөбеге келді, ал енді көрпеге жіберем деп, бәрін істеген сол Әлімгерей. Оған мың да бір рахмет, ол аяғы өрт көрмесін, отбасы аман болып, әр уақытта осындай біздің шаруаларымызға шапқылап жүре берсін. Ал енді көрпе қорына жиналған ақша 5 миллионда 545 мың ақша жиналды. Сол ақшаға біздер шеткі дейді, мына қоршайтын шеткісі бар, стойкісі бар, соларға 4 миллион 450 мың ақша кетті. Оның бер жағында тағы да жаңағы бұл жерде ешкім қалмайды ғой қазіргі заманда. Мынау мотобур деген алдырдық. Мына Саришан қорымын қоршағанда солғамыз, мойдан жаңадан алайық, өйткені бұл жер қатты, қазір көлесін алса бұзылып қалады деп, оны Әлімгерей інім аяқтан алып берді. Сол мотобурдың арқасында шұқырдың бәрін қаздық, егіміз бар, балдар біледі. Соны қаздық, сосын шумпайбер алдырдық, шумпайбермен бекіттік. Мынау көрпенің мынау азаматтарына ағам елдеріміз бар, ақа еліміз бар, көп рахмет айтқым келеді. Олар осы басқарып, мінекей осы көрпенің жақсы жігіттері мінекей. Алла разы болсын оларға. Болашақтары алда ғой, міне ағалардың соңына келіп, осындай өнеген іске бет бұрып жатыр. Солардың арқасында 4 күнде бітірдік. Бұл не ойынша көрінеді, былай қарасаң. Біздер Саришан қорымын деген 2 айда істедік, бірақ ол кезде енді үй салдық қой. Ал енді сіздерге айтарымыз, енді мынау осындай жақсы істерге, игі істерге атсалысқандар үшін көп рахмет айтамын. Енді міне одан кейін тағы ойланып қалдық, мынау бөгет салу керек деп.
Бүгінгі 388.500 теңге кетті. Өйткені ертең қорымды қоршаған мен ертең шуалып кетіп жатса, тағы қайсы бар, бұлар бар, риза болмайды. Суға кетіп жатса, тағы қайсыз. Сол себепті ақылдаша келіп, өздері бөгет салып, ол да істеп тастады. Осы бәрі біткеннен кейін садақа берейік десек, әңгіме үшін бір керек қой. Көктен ақша алған жоқ, менде 50 мың алды. Айттым, барлық осы ауысқан 50 мың деп. Сол салғатырым айтты, аға, тағы жазайық, қалқан айтайық, халық түсінеді ғой деп, онан 645 мың теңге түсті. Бүгінгі таңда. Сол 645 мыңын біздер жаңағы не алдық? Сіздерге тарату үшін қазір оны береді ғой, салфетка дейді, шапан дейді, үлкен ақсақалдарымыз. 100 мыңды соған алдық. 209 мыңды дүкенге бердік. Енді 7 мыңды 8 мың ғой, 7.900, оны стройскладтың Нұрбекке береміз. Өткені кеше салафан қалталды, анау алды деген сияқты. Енді осы палаткіге 100 мыңдай береміз. Сонда бізде қазір қалып тұрғаны 250 мың ақша бар. Ал енді басқарып жүрген, осының бәрін басқарып жүрген саламатырмен мыңда бір рахмет айтқым келеді. Өзі айтқандай, Алтанымнен тараған 4 қыран баласымын дегенде, ол 4 қыран балдары бір-бірімен ауыл бүршік болып, мінекей. Сол ауыл бүршіктің арқасында мінекей Саришан қорымы қоршалды, міне Көрпе қорымы қоршалып жатыр. Осының бәрі ауыл бүршіктің арқасы. Және де айтқым келіп отқаны осы ені пайдаланып жақсының жақсырамайды, нұры тассын дейді ғой. Мынау Сағит Кері деген ініміз бар осында. Сол ана біз Саришан қорымы қоршағанда WhatsApp-пенен маған жазып жіберген, аға істеріңе сәттілік бір жақсы істі қолға алып жатыр екенсіңдер, біз киекшінің қаржысын аударып жүреді. Олай қарап ояқта оның ешкімі жоқ. Бірақ біздің істеп жатқан ісімізге қолдау білдіріп жатыр. Ол санасы сергек, азаматтық өзінің парызы соны білдіріп жатыр. Міне кеше Көрпе қорын қоршады, тағы да қаржылай ақша аударып жатыр. Мыңға рахмет, төкен бар,